уәкілетті мемлекеттік органға өтініш арқылы өтініш жазып, мән-жайды түсіндіріп, қолындағы дәлелді құжаттарды тіркеп өтініш жазса, уәкілетті мемлекеттік органдар қарастырады заңда көзделген уақытта. Салық органдары өз кезегінде салық кодексінің баптарына сәйкес уәкілетті органдардың мәліметіне сәйкес есептеу жүргізеді. Қысқаша айтқанда, бұндай тұлғаларға уәкілетті мемлекеттік органдарға жүгіну қажет. Толық ақпаратты сол жерден ала алады. Екінші сұраққа жауап берсең, шетелден келген көліктер бойынша. Шетелден келген көліктер бойынша бізде салық есептеу жүргізілмейді, өйткені ол көліктер Қазақстан Республикасы аумағында тіркелмеген. Олар уақытша тіркеу ғана алады. Ол көліктер бойынша салық есептеу жүргізілмейді. Тіркелген жағдайда ғана есептелмейді. Қазақстан Республикасына тіркелген жағдайда ғана сол тіркелген күннен бастап салық есептеулер жүргізіледі. Екінші сұрағымызға толықтау. Өзінің машинасы жанып кетті дейсіз ғой. Соны өзі мәлімдемесін уәкілетті органға жеткізу керек қой. Міне, действительно менің атымда машина жоқ, бұл машина жанып кетті. Значит, сізде полициядан құжат алу керек. Қолданылмаған жылдардағы салығы шегеріле ме, шегерілмей ме? Шегерілмейді. Төлеген міндетті, Пока өзі салық төлеуші келіп, құжатын көрсетіп, менің атымдағы машина бүгінгі уже жоқ. Мынандай құжаттама анықтама келген жағдайда ғана есептелмейді ары қарай. Тіркеуден алынған күнге дейін салық есептеледі, салық кодексіне сәйкес. Ал салықтан жарталып жүргендер ше, төлемей жүргендерге қандай жаза қарастырылған? Біз жаза қолдамаймыз, біз тек мәжбүрлеу көзделген, біз оны жеке сот орындаушыларына салық түрін өзіміздің ақпараттық жүйелер арқылы жолдаймыз. Салық органдары жеке тұлғаға қатысты мәжбүрлеу өндіру шараларын қолданбайды өз кезегінде. Жаңа айтылды ғой, 30 күннің ішінде тосаңыз келмеген жағдайда жаңағы сот орындаушыларға береміз. Сот орындаушылар ары өздерінің қызметін атқарады. Жақсы, рахмет әріптестер.